бұл жерден кетейік. Наклз! Су? Қайтадан? Жарай! Сен мені құтқардың. Менімен сөйлесуші болма, көңіл күйім жоқ. Қайғырып отырғанымда маған шабуылдауға қалай ғана дәтің барды. Мені не үшін құтқардың? Себебі сен бірінші құтқардың. Ол сенің тағы да бір қандай тактикаң екенін білмеймін. Бұл тактика емес. Мен сенің өлуіңе жол бере алмадым. Неге? Мен сені көргеннен бастап өлтіруге тырыстым. Себебі батыр болу деген тек өзіңнің аман қалуың емес. Бұл басқа адамдардың жауапкершілігін де өз мойныңа алу. Дана сөздер. Ежелгі жердің мақалы ма? Жоқ, бұл Ваковский отбасының ерекшелігі. Оны маған қайықтағы бір жігіт айтқан. Мен үшін ең жақын адам. Тоқтай тұр, бұл ненің дауысы? Ал енді тек қана кірпі Соникті құтқару керек. Ха-ха! Бұл әлгі қу түлкі ғой. Қане, Наклз, біз әлі жеңілген жоқпыз. Тауда сен барлығынан айырылғаныңды айттың. Мен секілді. Бірақ сен қайғысыз сенімді көрінесің. Сәтсіздікке ұшырағанға қарамастан, қалай алға жылжисың. Қайтадан. Жарайды, мен онша сәтсіздікке ұшыраған жоқпын. Және мұны жалғыз жасамадым. Жаңа отбасы, жаңа достар таптым. Сен де солай жасай аласың. Саған енді жалғыз қалудың қажеті жоқ. Ау, сен мына қол ауысумен қалжыңдап тұрсың ба?